Адам өміріндегі ең бірінші өмірлік күйзеліс жаңа жыл мерекесі кезінде басталады. Яғни ол өрмекші адам костюмінің орнына анасы жасаған костюмін киюге мәжбүр болған кез. Екінші өмірлік күйзеліс мектептің соңында келеді. Қайда барып оқимын, кім боламын, болашақта не істеуім керек, менің болашағым бар ма? Қалай болғанда да әркім бұл кезеңнен өту керек. Тағы бір нәрсе. Сіздер бұл кезеңнен оңай өте аласыздар. Бірақ онда тек қана Макдональдсқа жұмысқа тұра аласыздар. Немесе қажетті ақпараттарды жинап, мектептен кейінгі ашылатын мүмкіндіктерге ие боласыздар. Сонымен сіздер қай нұсқаны таңдайсыздар? Білімнің қызыл дәрісі ме әлде көк, осының бәрі маған не үшін керек дәрісі? Егер қызық болса, жайғасып отырыңыздар. Шай қайнатып, әр қарай тыңдаңыздар. Қазақ студенттерінің оқу бітіргеннен кейін қандай мүмкіндіктері бар екенін айтамыз. Ду қол шапалақ. Біз бастаймыз. Жақсы. Сіз мектеп бітірдіңіз. Ары қарай не? Кім боламын? Өзіңізге қандай мамандық таңдау керек? Бұл қиын сұрақ, және көптеген ол адамдар оған әртүрлі жауап берді. Сократ адамда таңдайтын мамандық емес, адам мамандық таңдайды деген. Айлакер Конфуций өзіңе ұнайтын жұмысты таңда, сонда өмірде бір күнде жұмыс істеудің қажеті жоқ болады. Ал кедей Ван Гог: мен өз жұмысыма жүрегіммен жанымды салсам да, бұл процесті мен есімнен танып қалдым деп шағымданды. Сондықтан өмір жолыңызды таңдауда мұқият және ақылды болыңыздар, және мақсатыңызға сәйкес келетін мамандықты таңдаңыздар. Естен танудың керек жоқ. Жаман Ван Гог-ай. Екінші жағынан, мамандық таңдауда Қазақстанда қандай мамандықтар сұранысқа ие және жоғары жалақы алатынын анықтаған жөн. Headhunter KZ рекрутинг порталының мәліметі бойынша 2021 жылы ең сұранысқа ие қызметкерлер сатылым аймағы 18%. Бухгалтерлер есеп бос орындардың 8%, IT және коммуникациялар бос орындардың 7%, әкімшілік персонал 6% және банк секторы 5%-ды құрапты. Ең аз сұралғандар сақтандыру бос орындардың 0,34%, үй қызметкерлері бос орындардың 0,6%, орнату бос орындардың 0,91%, сондай-ақ спорт және фитнес 0,92%-ды құрады. Сонымен қатар, сол Headhunter KZ сайтының мәліметі бойынша 2021 жылы бұл кәсіптер ең жоғары жалақы алатын кәсіптік салаға айналды. Оның ішінде алғашқы 5 орында орташа жалақысы бар топ-менеджмент 410.975 теңге, құрылыс жылжымайтын мүлік 289.410 теңге, ақпараттық технологиялар, интернет, телеком 284.457, консалтинг 276.365, ал шикізат өндіру 272.810 теңге. Екі кестені салыстыра отырып, IT ең танымал және жоғарғы ақы төленетін мамандықтар тізімінде 3-ші орында берік тұрған байқауға қиын соқпайды. Бүкіл әлемде IT мамандарына деген сұраныс сақталуда. Мысалы, ақш-тың еңбек статистикасы бюросының мәліметі бойынша, ақш-та компьютерлік және ақпараттық технологиялар саласындағы жұмыспен қамту 2020 жылдан 2030 жылға дейін 13%-ға өседі. Бұл орташа алғанда барлық басқа санаттарға қарағанда жоғары. Бұл ақш-та 667.600 жаңа жұмыс орнын ашады деп күтілуде. Статистика бюросының мәліметі бойынша, IT мамандарына сұраныс қосымша сақтау есептеулерге, үлкен деректерді жинау мен сақтауға және ақпараттық қауіпсіздікке көбірек көңіл бөлумен байланысты болады. Осылайша, егер сізді жоғарғы ақы төленетін және сұранысқа ие жұмысқа қызықтыратын болса, онда IT білім алу туралы ойлануыңыз керек. Әр қайсымыз бала кезімізден сен сиқыршысың Гарри дегенде естуді армандасақ та, жандос, сен IT маманысың дегенде есту әлде қайда орынды екеніне келісу керек. Керемет! Сіз өзіңізге ыңғайлы мамандықты таңдадыңыз делік. Енді оқу үшін қолайлы орынды таңдау қалды. Басқаша айтқанда, сіздер нашар университетте оқи аласыздар, немесе Хогвартсқа, яғни Гарвардқа түсе аласыздар. Сіздерді оларды үнемі шатастырасыздар ма? Сонымен,
Бізде бірнеше нұсқа бар. Қазақстандағы университеттер мен колледждер немесе шетелде оқу. Классикадан бастайық. Университеттер. Өйткені кез келген ана, тәте, мәке, бәке Қазақстанда сіздерге жоғары білімсіз ешқайда жол жоқ екенін айтады. Олар сені жұмысқа алмайды. Сенің тиынға жұмыс істеуіңе тура келеді. Жалғасын өзіңіз білесіздер. Қазіргі уақытта Қазақстанда жоғары білім беретін 100-ге жуық ұйым бар. Жаман емес, иә? Осы 100-діктердің ішінен өзіңізге ең қолайлысын қалай таңдауға болады? Нұсқа ретінде халықаралық бағалау рейтингтеріне жүгіне аласыздар. QS World University Rankings халықаралық рейтингі бойынша 2021 жылы келесі қазақстандық университеттер әлемнің үздік университеттерінің тізіміне енді. 175 және 328 орынға ие болған Әл-Фараби атындағы, Қазақ ұлттық және Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеттері Қазақстандағы ерекше мақтаныш ететін оқу орындары. Дегенмен, Times Higher Education World University Rankings, сондай-ақ Academic Ranking of World Universities рейтингі сияқты халықаралық рейтингтерге назар аударсақ, бұл университеттердің мыңдыққа да кірмейтінін көреміз. Мұның барлығы рейтингтердің адалдығына күмән келтіретін анық. Бізді тағы алдап жатыр ма? Барлығы қайтадан сатып алынды ма? Біздің әлем шынымен өтірік пен алдаудың үздіксіз желісі ме? Және бәрімізді рептилоид масондары басқарады ма? Рептилоид масондарымен бәрі түсініксіз болса да, рейтингтер туралы нақты айтуға болатын жалғыз нәрсе. Олардың бағалауы әр түрлі жолдармен жүреді. Мысалы, QS World University Rankings негізінен дүние жүзіндегі ғалымдардың бағалауымен есептеледі. Сонымен бірге Times Higher Education World University Rankings профессорлардың PhD санына, ал Academic Ranking of World Universities Нобель сыйлығының лауреаттарының санына назар аударады. Өкінішке орай, қазіргі уақытта Қазақстанда Нобель медалін алған бірде-бір ғалым жоқ. Басқаша айтқанда, бұл рейтингтерді пайдалану кезінде олардың әрқайсысында бағалау әртүрлі жолмен жүретінін білу керек. Жарайды. Бірақ біздің Қазақстанда университеттердің сапасын бағалайтын өз рейтингтеріміз бар ма? Жауап иә бар. 2020 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы түлектерді жұмысқа орналасу рейтингін жасауда. Бұл рейтинг 3 критерий бойынша есептеледі. Болашақтағы карьера, білім сапасы және оқушылардың жетістіктері. Сайтқа кіру арқылы сіз студенттердің жұмысқа орналасу пайызын және әртүрлі университеттердегі әртүрлі мамандықтар бойынша сапаның сараптамалық бағасын біле аласыздар. Мысалы, IT білім беретін университеттер рейтингінде 55 университет бар, оның ішінде алғашқы 5-тікте. Осылайша, егер сіздер белгілі бір университетті бітіргеннен кейін жұмыс таба аламын ба деп алаңдасаңыздар, онда бұл рейтинг сіздерге дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Керемет! Сіз қай университетке түсетініңізді шешіп қойдыңыз делік. Маңызды сұрақ қалды. Мұны қалай істеуге болады? Оның жауабын ұлттық бірыңғай тестілеу немесе ОБТ. Кез келген 11-ші сынып оқушы қорқып, жек көретін 3 әріпті білетіндеріңізге сенімдімін. Бірақ қорықпаңыздар. ОБТ-ның не екенін және оны қалай жеңуге боладығын бірге қарастырайық. Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарына түсу ережесіне сәйкес, жоғарғы оқу орындарына білім алу үшін ОБТ-да ең төменгі балл жинау қажет. Сонымен 2021 жылы жоғарғы оқу орындарына түсу үшін кемінде 50 балл, ал ұлттық университеттерге түсу үшін 65 балл жинау қажет болды. Сонымен қатар белгілі бір білім беру саласына арналған жеке талаптар қойылады. Мысалы, педагогика ғылымдары мамандығына түсу үшін кем дегенде 70 балл жинау керек. ОБТ емтиханының өзі 2 блоктан тұрады. Міндетті және негізгі пәндер. 2021 жылы міндетті пәндер тобына осылар кірді. Негізгі пәндер өз кезегінде әрқайсысы 30 тапсырмадан тұратын 2 пәннен тұрады. 2021 жылы негізгі пәндер тобына мына тәртіп кірді. Негізгі пәндер тізімінен болашақ мамандығыңызға түсу үшін қажетті пәнді таңдау керек. Мысалы,
Биология факультетіне түсу үшін биология және химия, ал математика факультетіне математика және физика пәндерін тапсыру керек. Сіздер әрқашанда Google'дан белгілі бір факультеттерге түсу талаптарын өзіңіз қарай аласыздар және нақты не тапсыру керектігін анықтай аласыздар. Сондай-ақ 2021 жылдан бастап мектеп оқушыларының ұбт-ны бір емес, 2 рет тапсыру мүмкіндігі бар екенін айта кеткен дұрыс. Және де болашақ студенттердің өмірін жеңілдететін ең жоғарғы нәтиже ғана есептеледі. ОБТ тапсыру барысы туралы толығырақ сипаттамадағы сілтеме бойынша басқа видеомыздан біле аласыздар. Керемет! Сіздер ОБТ тапсырып, тіпті жоғарғы балл жинап ала алдыңыздар делік. Бұл жерде ең бастысы дайындық пен табандылық. Сонымен қатар өзіңізге деген сенімділік. Жоғары балл алуға өзіңізге сендіріңіз және кім біледі, сіз тіпті мемлекеттік грантқа ие бола алатын шығарсыз. Иә, мемлекет сенің оқуыңды толық төлеп, ата-анаңның ақшасын үнемдеуге мүмкіндік беріп, сонымен қатар туыстарына менің балам грантты оқып жатыр деп мақтанған кездері. Мемлекеттік гранттардың жалпы саны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы негізінде бөлінеді. Дегенмен, гранттар бірдей бөлінбейтінін есте сақтаңыздар. Өйткені кейбір мамандықтарға грант басқаларға қарағанда әлдеқайда көп беріледі. Түсінікті болу үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2021 жылғы 2 шілдедегі 316 нөмірімен 2021 жылы қанша және қандай мамандықтарға гранттар берілгенін қарастырайық. Осы тізімнен көрініп тұрғандай, ең көп гранттар инженерлер мен құрылысшыларда, мұғалімдерді және ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласындағы қызметкерлерді даярлауға берілген. Сонымен қатар, гранттардың ең аз саны келесі салалардағы жұмысшыларды оқытуға беріледі. Бизнес, басқару және құқық, әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат, және ветеринария. Басқаша айтқанда, мемлекеттің гуманитарлық емес техникалық кадрларды дайындауға қызығушылықтары бар. Сондықтан, егер тегін білім алу сіздің басты мақсатыңыз болса, онда сіз дәл қазір техникалық мамандыққа бейімделуіңіз керек. Өйткені бұл жағдайда грант алу мүмкіндігі айтарлықтай артады. Сондай-ақ алтын белгісінің иегері мемлекеттік немесе халықаралық олимпиадалардың жеңімпазы болсаңыздар, немесе ауылдық жердің тұрғыны ретінде әлеуметтік квотаға үміткер болсаңыздар, көп балалы отбасы немесе жетім болсаңыздар, мемлекеттік грант алу мүмкіндігіңіз арта түсетінін айта кеткен жөн. Тегін білім алу мүмкіндігі өте дұрыс мемлекеттік саясат. Дегенмен, 2021 жылдан бастап мемлекеттік грантпен оқығаннан кейін студенттер мамандығы бойынша 3 жыл жұмыс істеуге міндетті екенін алдын ала ескертуіміз керек. Жұмыс мемлекеттік және жеке ұйымдарда да болуы мүмкін. Жұмыс бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда студент оқуға кеткен шығындарды өтеуге міндетті. Әрине, бұл шешімге бәрінің келіспеуі мүмкін. Бір жағынан мемлекет тегін білім береді және белгілі бір дәрежеде одан әрі жұмыс істеуді талап етуге құқылы. Екінші жағынан, мемлекет студенттерді оқуды бітіргеннен кейін қажетті жұмыс орындармен толық қамтамасыз ете ала ма? Студент оқуын бітіріп, мамандығы бойынша жұмыс таба алмаса ше? Сонда ол мемлекетке гранттың бүкіл құнын өтеуі керек пе? Өкінішке орай, мемлекет бұған нақты жауап бермейді. Сондықтан сіздер оқитын мамандық бойынша жұмыс жасай аласыздар ма? Жұмыс істейсіздер ме? Алдын ала есептеп алыңыздар. Жақсы, біздің ойымызша, университеттермен бәрі түсінікті сияқты. Алайда егер сіз университетке емес, колледжге барсаңызшы. Бірден айта кетейік, Қазақстанда арнаулы орта білім онша бағаланбайды. Өйткені кез келген ана, тәте, мәке, бәке, Қазақстанда сіздерге дипломсыз бір ғана нәрсе бұйырады деп айтады. Сені жұмыс қалмайды, сенің тиынға жұмыс істеуіңе тура келеді деп айтқандар қайталанып жатқан сияқты. Иә, Қазақстанда Қазақстанның колледждерге деген көзқарасы онша емес. Бірақ бұл сіздің өміріңіз және болашақта кім болғыңыз келетінін өзіңіз шешесіз. 9 сыныптан кейін колледжге түсу арқылы сіздер мамандықтардың кең тізімі бойынша бірден арнаулы орта білім ала аласыздар. Өкінішке орай,
Қазақстанда сапалы колледжді таңдау оңай емес. Өйткені қазіргі уақытта мұндай оқу орнының жыл сайынғы рейтингі жоқ. Кезінде мұндай рейтингті IKEA Ranking білім сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік берген болатын. Дегенмен бұл агенттіктің соңғы қолжетімді рейтингі 2019 жылы берілген. Оның үстіне бұл рейтингке Қазақстандағы жалпы колледждердің аз ғана бөлігі кіреді. Сондықтан білім алу үшін сапалы колледжді табу. Біз бұрын көрсеткенде QS World University Rankings, сондай-ақ атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жасаған Қазақстандағы жұмыспен қамту және білім сапасы сияқты халықаралық рейтингтер бір университетті табумен салыстырғанда біршама қиын болуы мүмкін. Жоғарғы оқу орындарындағыдай колледжге де мемлекеттік грантпен түсуге болады. Ол үшін тікелей колледжге немесе e-gov порталы арқылы өтініш беру керек. Колледжде білімді 9-шы сыныптан кейін алуға болады. Бұл сізге барлық 11-шы сыныпты аяқтамай-ақ сізді қызықтыратын мамандықты үйренуге мүмкіндік береді. Колледжді бітіргеннен кейін сіздерді өз мамандығыңыз туралы түсінік пайда болады және оған қызығушылық танытатыныңызды немесе қызықтырмайтыныңызды білетін боласыздар. Оның үстіне колледжді бітіргеннен кейін сіздер университетте сол немесе басқа мамандық бойынша кейбір жағдайларда 2-ші курстан бастап оқуыңызды жалғастыра аласыздар. Басқаша айтқанда, колледжде жаман емес, бірақ бұл карьераны құрудың бір ғана жолы. Біз Қазақстанда колледждер мен университеттерге түсу мүмкіндіктерін сипаттауды аяқтадық. Енді мектеп білімінен кейінгі білім алудағы және жеке мемлекеттік оқу орындары арасындағы айырмашылықтарды сипаттауға көшейік. Біріншіден, мемлекеттік университеттер мемлекет меншігінде және тікелей Қазақстан Республикасының бюджетінен қаржыландырылады. Ал жеке меншік жоғарғы оқу орындары толық немесе жарым-жартылай жеке тұлғалар есебінен қаржыландырылады. Одан бөлек меншік түрі мен қаржыландырудан басқа айтарлықтай айырмашылықтарды анықтау мүмкін емес. Мемлекеттік университеттерге қарағанда жеке меншік университеттердің сапасы жақсы да пікір бар. Дүниежүзілік рейтингте жеке меншік университеттер әдетте мемлекеттік университеттерден жоғары тұрады. Мысалы сол QS World University Rankingстің 2022 жылға арналған деректері бойынша ақш-та үздік университеттер рейтингіндегі алғашқы орынды толығымен жекеменшік университеттер алады, ал мемлекеттік университеттер сәл артта қалды. Дегенмен жауапкершілік жекеменшік университеттің жекеменшіктен айырмасы бар екенін түсіну керек. Жекеменшік университеттер мемлекеттік университеттерге қарағанда бір жақты жақсы деп айтуға болмайды. Мысалы, бір жоғары сапалы жекеменшік университет немесе колледж ондаған сапасыз оқу орындарының орнын баса алады. Дәл осындай мәселе қазір Қазақстанда да байқалады. Енді себебін түсіндірейік. 2021 жылдың басында Қазақстанда 127 жоғарғы оқу орны жұмыс істеді. Оның жартысынан көбі 70 жоғарғы оқу орны жекеменшік болды. Сол кездегі студенттердің жалпы саны 624.263 адамды құрады. Оның жартысынан көбі атап айтқанда 391.301 адам жекеменшік жоғарғы оқу орындарында оқыды. Алайда шамамен сол уақытта мемлекет жекеменшік университеттерді тазарту саясатын бастады. Мысалы 2020 жылы 36 жекеменшік жоғарғы оқу орындарына мемлекеттік гранттарды орналастыру сайысына қатысуға рұқсат етілмеді. Ал қазірдің өзінде Қазақстанда 2021 жылы мемлекет 37 жоғарғы оқу орнының әртүрлі оқу бағыттары бойынша 143-тен астам лицензиясын, сондай-ақ 196 колледждің 500 мамандығы бойынша лицензиясын қайтарып алды. Соңғы жылдары Шымкенттегі академик Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті, сондай-ақ Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы, Алматыдағы Қазақ үздіксіз білім беру медициналық университеті сияқты жоғарғы оқу орындары өз қызметтерінің бас лицензиясын жоғалтқан болатын. Бұл оқу орындарының жабылуына байланысты көптеген студенттер еліміздің басқа университеттерінде оқуын жалғастыруға мәжбүр болды. Білім министрлігі айтқандай, тазартудың себебі сапасыз білім мен инфрақұрылымның сапасыздығы. Мемлекеттік тексерістерге сәйкес мұндай университеттерде студенттер сабаққа қатыспаған және ешқандай емтихан тапсырмаған. Бірақ оқу аяқталған кезде диплом алған. Сондай-ақ мұндай жоғарғы оқу орындарында салқын сыныптар, жылудың болмауы, тамақтану пункттері және жеке гигиенаның қарапайым шарттары сияқты бұзушылықтар орын алды. 2021 жылдың ақпанында Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі Мирас Дәуленов мемлекеттің саясаты туралы былай деп түсіндірді. Қазақстандықтар диплом басып шығару фабрикаларын жабу, еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесін екенін түсіну керек. Бүкіл ел және әрбір азамат қауіпсіздік үшін
Бұл ұзақ мерзімді болашақта оң нәтиже беретін өте маңызды шаралар. Сондықтан университет немесе колледж таңдауда ең алдымен оның сапасына мән беру керек. Өйткені сапасыз университетті таңдау жақсы білімнің болмауына ғана емес, жабылған жағдайда басқа жерге ауысуға да әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, жекеменшік жоғарғы оқу орындарды тазартумен бірге 2021 жылдың басынан бастап 100% мемлекет қатысатын университеттерді жекешелендіруге тыйым салатын заң жобасы енгізілуде. Яғни Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Сәтпаев атындағы университеті және Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті сияқты мемлекет меншігінде қалады. Яғни соңғы жылдары мемлекет жекеменшік университеттерді қысқартып, мемлекеттік университеттерді сақтап қалу саясатын жүргізіп келеді. Қалай болғанда да Қазақстандағы жоғарғы білім беру жүйесі одан әрі дамуды қажет етеді. Бұл бейнероликтің соңында қазақстандық білім беруді дамытудың маңызды фактор ретінде академиялық адалдықтың маңыздылығын атап өткіміз келеді. 2019 жылдың қыркүйегінде Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі Жақыпова Фатима Надырқызының қатысуымен қатты жанжал болды. Вице-министрге өзінің дәрігерлік диссертациясын жазу кезінде ғылыми жұмыстарына плагиат жасады деген айып тағылды. Атап айтқанда, плагиат ресейлік антиплагиат және поляк плагиат компаниясының есептері бойынша анықталды. Бұл жанжал қазақстандық баспасөзде жарияланып, Қазақстан Республикасы Сенаты вице-министрді қызметінен босатуды талап ете бастағанына келді. Соңында 2019 жылдың қарашасында вице-министр қызметінен босатылды. Бір жағынан, вице-министрдің қызметінен босатылуы ішкі саяси күрестің нәтижесі болуы мүмкін болса, екінші жағынан плагиатты екі халықаралық антиплагиат агенттіктерінің растауы бекер емес екенін айтқан дұрыс болады. Әйтеуір келешекте шенеуніктердің кәсіби жарамдылығы қызметке келгеннен кейін емес, қызметке кірісер алдында қадаланғанын қалаймыз. Өкінішке орай, бұл жоғары білім саласында орын алған жалғыз үлкен жанжал емес. 2018 жылы Астана медициналық университетінен оқуға түсуге жеңілдіктер беретін жалған IELTS сертификаттарын тапсырған үшін 100-ден астам грант студенттерді шығарылды. Осыны негізге ала отырып, мемлекет студенттерге академиялық адалдық ережелерін сақтауға үйретпесе, Қазақстандағы білім сапасының жоғарылауы дұрыс болмайды деп айтуға болады. Құрметті достар, болашақ студенттер, сіздер қазір өміріңіздің маңызды кезеңіздесіздер. Университетті таңдау сіздің болашағыңызға үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін, бірақ соңында бәрі сізге байланысты. Сіздерді моральдық жағынан да, материалдық жағынан да қанағаттандыратын мамандықты таңдаңыздар. Өзіңізге мақсат қойыңыздар және оларға қол жеткізіңіздер. Сәттілік және көбірек сапалы фильмдерді көріңіздер. Баршаңызға оқулық.